Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен ашытқы қамырынан тауық етімен бәліш әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Ең алдымен апара дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізге қантымызды және де дрожжымызды салып, араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа бөлме температурасына қалдыратын боламыз. Мінекей мына дрожжыны қолдандым, сапасы өте керемет екен. Маған ұнады. Апарамыз осылай биік болып көтеріледі. Ал енді қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға сұйық май, жұмыртқа, керегінше тұз, және де бөлме температурасында не болмаса микроволновкада ерітілген сары май салып, барлығын бір керкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Менде бұл жерде 2 пирогқа қамыр көрсетілген. Ұнымыздың үстіне сұйық массамызды және де апарамызды құйып, жұмсақ қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейтін боламыз. Қамыр бізде өте жұмсақ болады, артық ұн салудың қажеті жоқ. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, бірақ артық ұн салмаймыз. Бетін жауып, бөлме температурасында 1 сағатқа қалдырамыз. Ал енді табамызға сұйық майымызды құямыз, үстінен тауық етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Тауығымыздың суы бөлінеді. Осы суы тартылғанша жақсылап қуыратын боламыз. Өзінің сөлінде пісуі қажет. Үстінен пиязымызды саламыз, керегінше тұзымызды және де дәмдеуіштерімізді салып, пиязы кішкене өлгенше қуырып аламыз. Бөлек ыдысқа салып суытатын боламыз. Қамырымыз осылай көтеріледі. Жоғарыда айтып кеткендей, мен 2 порцияда қамыр дайындадым. Осылай размерін 30-да 40 етіп жайып аламыз. Яғни 4 бұрыш формада жаямыз. Суыған начинкамыздың үстіне 100 грамм сырымызды саламыз. Өте керемет болып еритін сыр болса, тіптен жақсы болады. Осылай бір бөлігін үстінен жауамыз. Және де видеода көрсетілгендей шахмат тәрізді осылай форма келтіріп шығатын боламыз. Дайын болған пирогымызды бөлме температурасында 15 минут расстойкаға қойып, үстінен жұмыртқаның сарысын сеуіп, алдын ала қыздырылған 180-190 градустық пеште қызарып дайын болғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Кешкі тамаққа, не болмаса түскі астарыңызға дайындап берсеңіздер, өте тойымды, өте дәмді пирогтардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.